Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Және оның жүргізушісі мен Әсем Жапишева. Кеше Айсұлтан Назарбаев қайтыс болды деп хабарланды. Оған да отбасының барлық мүшесіне секілді үлкен мансап пен жоғары лауазым дайын тұрған болатын. Алайда ол отбасылық жанжалдарға тап болып, өз отбасының тұтқынына айналды. Әсіресе соңғы жылдары ерекше белсенді болып, отбасында көп дау тудырды. Есірткіге тәуелді екенін айтқан уақыттан бастап, Назарбаевтың немересі емес, ұлымын деп астарлап айтқаннан өз отбасының жауына айналды. Бүгінгі шығарылымда Назарбаевтар отбасының осы бір түсініксіз тұсы мен Беларусьтегі жағдайдың оған не қатысы бар екені туралы сөз қозғайтын боламыз. Бірақ бастамас бұрын сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Сонымен кеше Айсұлтанның жүрегі тоқтап қайтыс болған туралы хабар тарады. Ең бірінші ол туралы еш дерек сөз келтірмей Закон KZ хабарлады. Ал ол біздің білуімізше Дариға Назарбаеваның бақылауындағы медиа. Көп уақытқа дейін отбасы мүшелерінен ешкім қайғырып сөйлемегені қызық көрінді. Отбасы мүшелері тізімінен алынып тастағандай көріне бастағанда біраз уақыт өткеннен кейін Назарбаев атындағы фонд парақшасында Дариғаның атынан жазба шықты. Біздің отбасымыз сүйікті Айсұлтанымыздың дүниеден озғанына байланысты сарыла қайғыруда. Осы қаралы кезеңде халайық бұл орны толмас қазаға қатысты түсіністігі мен әдептілігін танытады деп сенеміз. Айсұлтанның әкесі Рахат Әлиевтің өмірі немен аяқталғаны барлығыңызға белгілі шығар. Ол Дариғаға үйленгеннен бастап әкесі хирург Мұхтар Әлиевтің жолын жалғастырмай, тез арада Қазақстандағы ең ықпалды адамдар қатарына кірді. Дәрігер Рахат Әлиевтің қызмет жолы үнемі өзгеріп отырды. Салық полициясының бастығы, ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының орынбасары, сыртқы істер министрлігінің орынбасары, ұлттық олимпиада комитетінің президенті және Австрияда елшілік қызметін атқарды. Осылайша 2007 жылы Нұрбанктың 2 менеджерін ұрлады деп айыпталып, ол оппозиция қатарына қосылды. Австрияда бас сауғалап жүргенде Қазақстан оны 20 жылға түрмеге қамау туралы шешім қабылдады. Ал Дариға оның келісімінсіз қағаз бойынша ажырасып үлгерді. 2014 жылы ол ақыры Австрия түрмесіне қамалды. Қазақстанда менеджерлердің өлі денесі табылып, 8 айдан кейін Әлиев түрмеде өлі күйінде табылды. Ресми түрде өз-өзіне қол жұмсаған, асылып өлген деп айтылды. Осылайша ол туралы артық сөз қозғамады. Айсұлтан бұл уақытқа дейін Facebook парақшасында отбасы және саясатқа қатысты көп дерек айтты. Оның есірткіге тәуелді екендігі, әрі соңғы кездері жаза бастаған эзотерика туралы жазбалары бұл сөздеріне салмақтылық бермейтін. Алайда ол қайтыс болғаннан кейін жазбаларында ерекше рең пайда бола бастаған секілді. Солардың негізгілеріне тоқталып кетсем. Айсұлтанның айтуынша әкесі мен атасының арасындағы жанжал 2001 жылы басталған. Оның сөзінше ол кезде Әлиевті Австрияға елші қылып жібергенде, ол да әкесімен еріп барған. Рахат Әлиев менің тәрбиемді өз қолына алды. 11 жасымда оның қызметкерлері көпшілікке арналмаған мемлекеттік қауіпсіздік қорғау комитетінің әдебиетін маған оқыта бастады. Ол бойынша барлық адам боқ, және қажет жағдай жасасаң, ол боқ бәрінен шығады делінген. Ол менен шпион дайындағандай болды. Шамамен 16 жасымда мен бұл қызметке машықтағаным сонша кезген адамның іші бауырына кіріп, оның барлық жамандығын біліп алатын болдым. Мен нағыз манипуляторға айналдым. Айсұлтанның өмірі басқа отбасы мүшелері сияқты қоғамға көрсетілетін жағы және алып қашпа сөздерден тұратын. Уақыт өте келе ол өз өмірінің қоғамнан тыс бөлігін Facebook парақшасында жаза бастады. Балалық шағымда өте мейірімді бала болғаным есімде. Бірақ өкінішке орай 9 жасымда байдың балалары оқитын мектепке ауыстым. Осы кезде қоғаммен бетпе-бет келдім. Менің сыныбымда өте көп кемсітіп, ренжітетін. Мен таңертең кешке дейін жылайтынмын. Біз өмір сүретін қоғам маған жаңа идеологияны жүктеді. Ол менің асқақ эгома алып келді. Одан бөлек 2013 жылдың жазында Айсұлтан Назарбаев сол кезде Қазросгаздың бас директоры болған кәсіпкер Қайрат Боранбаевтың қызы Әлима Боранбаеваға үйленді. Айсұлтан Назарбаев өзінің бұрынғы қайынатасын Ресей мен Қазақстан үкіметі арасындағы ауқымды сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп санаған. Бұл ресейлік Газпром компаниясы қазақстандық газды сатып алған кездегі келісім шарт туралы айтылған болу керек.
Қазақстанға келетін болсақ, жылына шамамен 700 миллион доллар Тимур Кулибаев пен менің бұрынғы қайнатам Қайрат Боранбаевтың арасында бөлініп алынады. Айта кететін нәрсе, әкесі мен атасының арасында болған жанжалдың әсерінен болар. Ол бірнеше рет фамилиясын әкесінікіне ауыстырды. Сонымен қатар сөзінше, әкесін айдап салған Назарбаев пен елден қашып кеткен Әлнұр Мұсаевты аңдумен де айналысыпты. Оның айтуынша, отбасылық және саяси жанжалдар оның есірткіге әуес болғанына әсер еткен. Мен өз құпиямның кесірінен жақындарының арасында жау, ал жауларының арасында дос болдым. Мен бұл жан жалғыздығын ешкімнің басына тілемеймін. Бұл жалғыздықтың кесірінен мен өз достарым деп ойлап жүрген құмарлыққа түстім. Ал олар үшін мен тек ақша көзі болатынмын. Сонымен 2017 жылы есірткіге тәуелді екенін айтты. Одан кейін 2019 жылы ағылшын полицейіне бас салған үшін Лондонда 1 жылға шартты түрде түрмеге қамалып, айыппұл және міндетті түрде емделу керек деген шешім шығарылды. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, ол Ресейде есірткіге тәуелділерді оңалту орталығында емделген. Жалпы 2019 жыл Назарбаевтарға оңай түспеді. Көп уақыт ел назарынан тыс қалған Айсұлтан қайта оралды. Ол елдегі саяси жағдай туралы, Дариға, әкесі туралы жазбалар жариялай бастады. Оның айтуынша, ол 1,5 жыл бойы Ресей түрмесінде болған. Ресей түрмесінен шыға сала, мен ешқандай құжатсыз үйге келдім. Құжаттарым ұрланған және жойылған. Онда мен сенуім керек болатын жанашыр жақындарым жапты. Одан кейін атасы Назарбаев барлық саяси құзыреттілігін сақталып, президенттіктен кетті. Осы сәттерді пайдаланып, Айсұлтан Назарбаев оның атасы емес, әкесі деген сыбыс таратты. Моя мать держала деда на крюке из-за того, что я его сын. Осы сөзінен кейін көп алып қашпа әңгімелер тарай бастады. Бұл сыбыстарға Дариға да, ресми өкіл Ақорда да жауап қатпады. Сол кездері сенат спикері болған оған Азаттық тілшісі сұрақ қоюға беттелгенде, оның күзетшілерінің бірі журналистің аузын қолымен жапты. Ең қызығы, осы оқиғалардан кейін КМБ-ның бұрынғы басшысы Әлнұр Мұсаев Айсұлтан мен Рахат Әлиевтің ДНК-сы 99,9% сәйкес келеді деп ешқандай мөрсіз, қолсыз бір құжатты жариялады. Назарбаевтар отбасы мен жемқор адамдар туралы көп деректер келтіргеннен кейін ол өз өміріне қауіп төніп тұрғанын да хабарлаған. Жақында олар мені өлтіруге тырысады, немесе жынды деп дәлелдеуге тырысады. Болмаса әкем сияқты камерада асып қояды. Менің күшім Аллахпен, оның ұлы Иисуспен және киелі рухпен. Бұған дейін барлығынан кешірім сұраған ол қайтадан жазбалар шығара бастады. Оның 17 шілдеде жазған ең соңғы жазбасы миллиардер Владимир Кимге арналған. Бір және жалғыз Құдай Владимир Владимирович Ким және оның арсыз бригадасына Қазақстанды ұрлауды қойсын деп жеткізуімді сұрады. Жезқазған мен Балқаш жойылу қаупінде. Назарбаевтардың түсініксіз дау жанжалға, сырға толы отбасынан тағы да бір адам кетті. Жүрегінің шынымен тоқтағаны ма, есірткіні көп қолданғаны ма, әлде өз айтқандай жанашыр отбасының әкесіне жасағанын қайталағаны ма, белгісіз. Сонымен Айсұлтанның өлімі кездейсоқ болды ма, белгісіз. Осы кезде Беларусьтегі жағдай туралы ойламауға да болмайды. Оның не қатысы бар деп сұрауыңыз мүмкін. Қазір ол жақта бір апта бойы толқулар орын алуда. Егер халық көздегеніне жетіп, Лукашенко орнынан кетсе, біздің билік оның жасаған қателерін қайталамауға бар күшін сала бастауы мүмкін. Биліктегілер оларға снайтушыларды ұнатпайды. Себебі үйреншікті басқаруға үйреніп қалған. Заман өзгергенін, халық ашықтықты талап ететінен хабар жоқ. Сондықтан тәуелсіз медиаға, мысалы осы каналға қастандықтар жасала басталуы мүмкін. Беларусьтегі толқуларды құптаған біраз журналистер үстіне қылмыстық істер қозғалған. Бізде де солай болуы мүмкін. Назарбаевтар отбасы Айсұлтанның өлімі мен снайтушылар туралы менің пікірім осындай. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева. Амандықта көріскенше сау болыңыздар.